Қазақстан Республикасының Конституциясы еліміздің ең басты заңдық негізі, халықтың еркіндігін, мемлекеттің құрылымын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын айқындайтын құнды құжат. Ата заңымыз тәуелсіз елдің саяси құқықтық іргетасы. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданған Конституциямыз ел дамуының жаңа кезеңіне жол ашты. Содан бері бұл күн бүкіл халықтық мереке ретінде аталып өтеді. Биыл демократиялық, құқықтық, әлеуметтік әрі зайырлы мемлекетіміздің заңдық негізі. Тәуелсіздігіміздің шамшырағы болған ата заңымызға 30 жыл толып отыр. Егемен ел ретінде елеулі белестерді еңсерген, көлденең келген қиындықтарды жеңген, бүкіл халық болып болашаққа бет түзеген 30 жыл. Қазақ елінің ең басты байлығы адам мен оның өмірі. Біз зайырлы мемлекетпіз. Бұл Конституциямыздың алғашқы бабында тайға таңба басқандай жазылған. Барлық сенім мен конфессия өкілдердің тату көршілікте тең құқылы өмір сүруіне жағдай жасаған елдің бірлігі бекем, тірлігі түзу. Өзара ынтымақ пен достыққа кепілдік беретін Конституциямыз барда, болашағымызда жарқын боларына сенім мол. Ата заңымыздың абыройы асқақтай берсін.